Назарларыңызда Дархан Дала тележобасы. Арада бір жыл өтті. 100 мың шақырым артта қалды. Дегенмен біз өз сапарымызды жалғастырудамыз. Қолөнершілердің шеберханалары мен ірі зауыттар, сан түрлі талантты дарындар мен өресі биік өнер. Қазақстандықтардың тер төгіп жасаған еңбектері түсірілім тобының назарынан тыс қалмағаны сөзсіз. Дархан Даланың назарында еңселі ел нағыз қазақ жері. Біз үшін атамекен атанған туған жеріміздің әрбір даласы Дархан. Қала 1956 жылы боксит рудасының негізінде пайда болған, 1965 жылы қала статусын иемденген. Сол боксит рудасы әлі күнге дейін игерілуде. Дархан Дала бағдарламасының түсірілім тобы Арқалық қаласында. Таныс болайық. Өткен ғасырдың 80 жылдары Арқалық гүлдене түсті. Бұл жерде ет комбинаты, сүт зауыты, құс, керамика және тігін фабрикалары жұмыс жасады. Өкінішке орай 90 жылдары өнеркәсіп өндірісі құлдырай түсті. Ал қазіргі уақытта қаланы қайта қалпына келтіру шаралары қолға алына бастады. В городе есть городообразующее предприятие, это структурное подразделение. Қалада ірі кәсіпорындар бар. Атап айтқанда Қазақстан алюминий акционерлік қоғамы, Торғай боксит кен басқармасының құрылым бөлімі. 900-ден аса жұмыс орнындағы қызметкерлер боксит кенін өндіріп, күймейтін саз балшықты шығарады. Сонымен қатар алюмин құрылыс жауапкершілігі шектеулі серіктестік бұл ірі әрі мықты холдинг. Оның қатарына темір бетон заттары мен асфальт зауыты кіреді. Завод железобетонных изделий, асфальтный завод. Қаланың жетекші құрылысшысы мен қызметкерлері жағынан өзгелерден басым келетін кәсіпорын дамыған өндіріс базасына ие. Темір бетон өндірісін жасайтын кезде тапсырыс көп болса, цехтарда жұмысшылар саны 120-ға дейін жетеді. Сонымен қатар бұл жерде кей кездері әлеуметтік жұмыс орындары ашылады. Ол жерге биржадағы жұмысшылар тартылады. Осындай алқыммен өткен жылы 8 арқалықтық жұмыс басты атанды. Алюмин құрылыс негізінен құрылыс жұмыстарымен айналысады. Ол жақта бірнеше бөлім бар. Темір бетон өндіріс зауыты ең ірісі. Монтаж құрылысымен айналысатын құрылыс басқармалары бар. Қазіргі кезде Родина ауылында 25 қабылдау кабинеті бар. Дәрігерлік амбулаторияның құрылысын аяқтап жатырмыз. Ғимаратты біздің кәсіпкерлік салуда. Қаланың қажеттіліктері жыл сайын арта түсуде. Осыған байланысты зауыттың өнімінің көлемі де рекордтық түрде артып келеді. Мәселен, 2008 жыл мен 2011 жылдың арасындағы көрсеткіш 2,5 есе көбейген, ал зауыттағы құрылғылардың жартысынан көбісі қайта жаңартылған. Біз өткен жылы 2430 текше-метр темір бетон жиынтығын жасап шығардық. 2100 текше-метр бетон бұйымдарын, 350 текше-метр ерітінді және 2850 тауар бетонын шет жаққа өткіздік. Биылғы жылы да осындай қарқынмен қызмет етудеміз. Зауыттың өнімі Арқалық қаласындағы көшелердің бірін күрделі жөндеу жұмысынан өткізу үшін де жұмсалды. Сонымен қатар алтын кілт балабақшасы да өнімді өз пайдасына жаратты. Ал қалған жасанды құрылыс заттары Арқалық Торғай көлік жолына жіберілді. Дәл қазіргі таңда біз экономиканы әртараптандыру жұмыстарымен айналысудамыз. Білесіздер ме, қазіргі кезде шағын қаланың маңайында 2 жоба іске асырылуда. Біріншісі Агро Интерқұс жауапкершілігі шектеулі серіктестік құс фабрикасы. Ол жылына 300 миллион жұмыртқа шығарады. Ал екіншісі Абердина Ангус мал тұқымын көбейтетін Нұржайлау импорттық селекциясы. 2008 жылы ашылған Арқалықтық құс фабрикасы кеңестік кезеңдегі база негізінде салынған. Сәйкесінше ғимараттың іші аса жаңашылдыққа сай емес. Дегенмен бұл жағдай кәсіпорынның дамуы мен жұмысына еш кедергі етпейді. Бүгінгі күні кәсіпорында 600 мың мал басы бар. Олардың ішінде 425 мыңы тауықтар. Кросс Хайсекс Браунның өнімі жоғары бағаланады. Құстардың 85% жұмыртқа береді. Құсбегілік жабдықтарды әркімнен сатып алуға қажеттілік туған жоқ. Тек неміс тауарларына сенімділік танытқан, тіпті артығымен алған екен. Қазіргі кезде біз Қазақстандағы ішкі нарықтың 15%-ына өз үлесімізді қосып отырмыз. Биылғы жылдан бастап біздің кәсіпорынның өнімдері Ресей Федерациясына экспортталуда. Айта кету керек, үлкен сұранысқа ие. Қазақстанда біздің өнімімізді пайдаланбайтын ешбір қала жоқ. Тек батыс Қазақстаннан басқасы бұл өңірге тауар жіберілмейді, себебі жол нашар.
Осы олқылықтың орны түзелсе, ол жаққа да бағыт ашылмақ. Но в рамках Біздің аймақ арқылы өтетін жаңа Астана-Ақтау көлік жолының құрылыс аясында біздер үшін жаңа нарық көзі ашылатын болады. Яғни ол Батыс Қазақстандағы Ақтау, Атырау, Ақтөбе, Орал қалалары. Нақтырақ айтқанда, біздің өнімдеріміз аталмыш өңірлерге міндетті түрде жеткізілетін болады. Кәсіпкерлердің жоспары бойынша өнімнің көрсеткішін 300 миллион данаға дейін өсіру. Алайда әзірге қажетті инфрақұрылымның жоқтығынан бұл мақсат ақсаңдап тұр. в рамках развития программы развития моногородов Шағын қалаларды дамыту аясында біз өтініштерімізді білдіріп, жобалық сметалық құжаттарымызды дайындап қойдық. Қазіргі кезде бұлар мемлекеттік тексерістен өтіп болды. Ал келер жылы 35 киловаттық электр өткізетін станция, кәріз жүйелерін жасауға мемлекеттік бюджеттен арнайы қаржы бөлінеді деп жоспарлануда. Бұл дегеніңіз құс еті өнімінің түрлерін атап айтқанда фарш пен паштет сынды тағамдарды жасап шығаруға үлкен мүмкіндік береді. на различные виды продукции. 2008 жылға дейін арқалықта спорт саласына ешбір орын болған жоқ. Тек сол жылы ғана бұл елді мекенде спорттық кешен пайда болды. Бұл кешенде арнайы жекпе-жек, бокс, ауыр атлетика залдары бар. В свое время у нас по борьбе самбо были подготовлены. Бір кездері самбо бойынша бізде әлем чемпиондары дайындалды. Олар Сәуле Ғабдуллаева, Азия чемпиондары Мұрат Кентонов, Айдар Нығметов, Мағрифа Әбішева. Дзюдо бойынша Қазақстан чемпионы Наурызбай Шілдебаев. Ол 2009 жылы Қазақстандағы жастар арасында чемпион атанып, Парижде өткен чемпионатта 9-шы орынға ие болды. На чемпионате мира в Париже был 9-м. Абай Сарбаев сонымен қатар арқалықта спорт саласын дамыту үшін барлық жағдайдың жасалғандығын айтады. Яғни, түрлі республикалық және халықаралық жарыстар үшін жолға шықпай-ақ жарыстарды осы жерде де өткізуге бек мүмкін. Международные старты можно проводить в городе Арқалықта? Халықаралық жарыстарды арқалықта да ұйымдастыруға болады. Ол жағынан бізде ешқандай қиындық жоқ. Тек бір мәселе бар. Бізге келетін пойыз Астана мен Қостанайдан ғана қатынайды. Егер де халықаралық сайыстар барысында спортшылар көлік жолымен келетін болса, бұл қиындық туғызуы мүмкін. Себебі жол өте нашар. Какие-то старты проводить здесь, то здесь они не заедут. Бірақ алдағы уақытта транспорт мәселесі өзінің оң шешімін табуы тиіс. Олай дейтін себебіміз, биылғы жылдың тамыз айында бұл жақта жаңа темір жол торабы іске қосылған болатын. Соңғы 25 жылдың ішінде қалада бірде-бір жаңа ғимарат салынбаған, ал мына тұрған жаңа үй үстіміздегі жылдың тамыз айының соңында тапсырылған болатын. Дәл сол уақытта Арқалық Шұбаркөл темір жол трассасы пайда болды. Енді сол темір жолдың жұмысшыларының біраз бөлігі осы үйде тұратын болады. У нас по проекту Біздегі жоба бойынша тек темір жол саласы ғана түзеліп қоймайды. Сонымен қатар инфрақұрылымның дамуы да алға басатын болады. Арқалық станциясындағы жұмысшылар саны 380 адамға дейін көбейетін болады. на 380 человек. 45 пәтерлі баспананың құрылысы 2014 жылдың мамыр айында басталды. Бүгінде жаңа үй, жаңа қожайындарын қарсы алуға дайын тұр. Ал кейбірі қоныс тойларын жасап та үлгерген. Осы уақытта сондай-ақ Шұбаркөл станциясындағы тұрғын үй мәселесі де шешілуде. По проекту предусмотрено. Депо бізде Шұбаркөл станциясында қарастырылған. Ол қарқынды түрде дамуда, және ол жерде 600 адам жұмыс істейтін болады. Қазіргі таңда Шұбаркөл станциясында 2 пәтерлі 8 үй салынып бітті. Ал келесі жылы 18 пәтерлі 4 баспана салынады деп жоспарлануда. Будет работать порядка 600 человек. Мұндағы темір жол желісінің ашылуымен транзиттік жағдай өзгерген жоқ. Күн сайын бұл жерден Астана Қостанай бағытындағы пойыздар, сондай-ақ Шұбаркөл бағытындағы жүк пойызы осы вокзал арқылы өтуде. Ал жаңа транзиттік бағыттар келесі жылы пайда болады деп жоспарлануда. Осымен Дархан Дала бағдарламасының түсірілім тобы Арқалық қаласымен осы жерден қоштасады. Келесі аптада кездескенше.